Баршаңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздермен қайнатпалы крем бетіне жағылатын, өзі үлпілдек әрі дәмді болып шығатын корица қосылған синнабоны деп аталатын булочканың рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Бұны жасау үшін ыдысымызға жып-жылы сүтті құямыз. Оның үстіне дрожжи салып, жақсылап араластырып аламыз шанышқының немесе венчиктің көмегімен. Енді бетін жауып, жылы жерде 10 минут 15 минуттай ұстайтын боламыз. Енді жұмыртқалы смесімізді дайындаймыз. Еріген сармайымыздың үстіне жұмыртқамызды, қантты саламыз. Және шым-шым тұз салып, жақсылап араластырамыз. Вот осылай араластырып алғаннан кейін, жаңағы сүтті массамыздың үстіне осыны құямыз. Барлығын бір келкі етіп араластырып, үстіне одан кейін ұнды саламыз. Оның барлығын бірден салмай, осылай алдымен венчиктің көмегімен біраз араластырғаннан кейін үстіне ақ майымызды, яғни сұйық майды саламыз. Ұнды енді сала отырып, жұмсақ етіп, әдемілеп қамырды илейміз. Бізде осындай, шамамен осындай жұмсақтықта қамыр шығу керек. Бетін жауып, жылы жерде 1 сағаттай сақтаймыз. Мен қамырым көтерілген видеоға түспей қалыпты. Көтерілгеннен кейін қайтадан бір илеп аламыз да, осылай 2 бөлікке бөлеміз. Бізге ыңғайлы, жылдам болу үшін. Осылай үстелдің үстіне ұн сеуіп отырып жаямыз. Оқтаудың көмегімен шамамен 1 сантиметрдей жұқалықта жұп-жұқа етіп жаямыз. Қамыр жабыс қалып жатса, ұн сепсеңіздер болады. Осылай жақсылап жайып алғаннан кейін бетіне бөлме температурасындағы жұмсақ сармайымызды жағып шығамыз. Пышақтың немесе қасықтың көмегімен осылай барлық жеріне толықтай жағамыз. Одан кейін үстіне құм шекерді, артынша корицаны сеуіп шығамыз. Корицаны өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша көп немесе аз салсаңыздар болады. Осылай сеуіп болғаннан кейін рулет қылып орап шығамыз жақсылап. Осылай соңына дейін толықтай орап аламыз. Енді жіптің көмегімен немесе өткір пышақтың көмегімен кесіп шығасыздар. Мен осылай шамамен 5-6 сантиметрді етіп кессеңіздер жеткілікті. Осындай бөліктерге бөліп шығамыз. Ыдысымызға пергамент қағазын төсеп, осылай жайғастырамыз. Булочкаларымыздың бетін жауып, 10-15 минут көтерілген күтеміз. Оған дейін крем дайындайтын боламыз. Жұмыртқа, қантты араластырып аламыз жақсылап. Үстіне көз мөлшеріңізбен 100 граммдай сүтті құямыз. Жақсылап араластырып аламыз. Үстіне енді ұнды саламыз. Ұнды салып, осылай іртік қалмайтындай етіп, жақсылап бір келкі етіп араластырып аламыз. Үстіне қалған сүтті құйып жібереміз. Жақсылап араластырып, газда, орташа газда тоқтаусыз 5-10 минуттай араластырсаңыздар, осындай крем дайын болады. Дайын болған кремнің үстіне сармайды салып, 10 ергенше араластырамыз. Дайын болған булочкаларымызды 180 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Вот біздің булочкаларымыз қызарып, әп-әдемі болып пісіп шығады. Осылай ыстық болып тұрған кезіне үстіне жаңағы кремімізді жағып шығамыз. Осылай қасықтың көмегімен жағып шықсаңыздар, үстінде еріп, әдемі болып тұрады. Дәмі де өте керемет, нәзік болып шығады. Егер сіздерге рецепт ұнаса, міндетті түрде каналыма тіркеліп, видеоға лайк қоюды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет, сіздерге ас болсын.